Сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгін бізде Анелік сабаққа барған жоқ. Қатты ауырып қалды. Үшін 3 бала кезек ауырып жатыр ғой. Біреу ауырса, бәрі ауырады. Бірінші Аян ауырды, одан кейін Алихан, енді Ангелөгім ауырып қалды. Бүгін еще дауысы шықпай, қатты ауырып қалды. Иә, дәрісін беріп, қазір ұйықтатып тастаймыз осы кезде. Сіздер, біздер магазиннен келдік, шамал продуктілер алып келдік. Мынандай дастархан тағы да алып қойдым. Қонақ шақырған кезде осындай дастархан төсегім келіп тұр. Сосын не алдық тағы? Үшін 2-3 қыз келеді, құдай қаласа ертең үйге қонаққа. Соларға анамны әкеп қойдым, пока жартысын ертең свежийнан аламын деп. И өткенде біз Технодомнан телефон алғанбыз. Сол телефоннан бонус қалды үшін менде. Бүгін барып сол бонусқа осындай кастрюль алдым. Осы кастрюль ғана келді сол бонустың ақшасына. Сосын осыны ала салдық. Негізі мен вафлинцы алғым келген еді, ондай жоқ екен. Сосын осы кастрюльді ала салдым. Сорпа жасауға өзімізге жетеді деп. Давай, күліңкісін тарталым. Кәні қандай екен. Міне осындай ішінде андай өлшенетін андай несі меркісі бар екен. Ішінде бірдеңе тұрған сияқты. Осындай кастрюль алып алдым өзіме сорпа жасауға. Сосын мен басқа затқа кірдім негізі магазинге. Сосын осыны көріп қалып, ұнап қалды маған, пока екеуін ала салдым. Кейін тағы да екеу алып, 4 қылып парный қылып жасап қоям деп. Аша аласың ба? Ой, молодец. Қаттырақ тарта бер. Біздің күшіміз жетпей жатыр, достар. Көмектесіңдер. Опа. Міне, осындай дән салуға осындай алып қойдым. Алихан, байқаш. Байқаш, Алихан. Шамалы алдын өзім іздеп жүредім, мына жерлері үлкен болсын деп. Ұнап жүрген осындай дән салатындар бар. Бірақ олардың салатын жерлері кішкентайдап, ерелеңдеп, кішкентай болған. Мынау шамал болса да, мынау тоже кішкентай. Но шамал болса да болады енді салуға. Осындай екеу алып қойдым. И оны неғым ашпай қойу просто обычно осындай сияқты парный тарелкасы. Бір коробкасын ала салғам. Вот қазір енді Аякош екеуміз продуктілерді реттейміз. Сосын сол Алихан біздің қасымызда жатады, Ангелөгім. Ойсойы, мама, сенің бұл пейсе өзі сабақтан мазасы болма. Кел. Күшті құрта аладым. Әдінген тұшы. Екеуміз сені атырға Аякош деген маған көмектесе атыр. Үйден біраз маңдайым бар екен, тағыда маңдайым алып қойдым. Ертеңге бұзылып қалмайды. Дастарханға қойсың. Молодец. Аякош сабатсың ба сурет? Біз мына жақта сурет салып отырмыз. Ертең Аяна наурыз деген тақырыпта суретте жарысқа қатысады. Мен осылай сурет салып отыр. Өзі салып жатыр сурет. Кім қызды көрсетші салған? Қызды көрсетші. Қызды салған. Наурыз тақырыбына салып жатыр осылай. Қазір осыны бояйды. Міне. Ой, молодец. Күшті салып жатыр өзі. Жатып алып салып жатыр осылай. Біз бүгін концертке баруымыз керек еді. Не концерт екенін білмейміз, енді әжеміз айтқан, әжеміз екеуміз барамыз. Сосын қыздарды алып кетеміз дегенбіз. Оған Анеля бара алмайды. Өйткені тамағым ауырып тұр дейді. Дауысы шықпай қалды. Айтшы достарға бірден айтшы. Дауыссыз видео болып жатыр ғой. Сонымен, в общем, Аякошты алып кетейін деп жатырмыз. Мына жақта біз тағы да шкаф
жасайын деп жатырмыз. Мына жерге қыздарға кішкентай шифонер жасап жатырмыз. В общем, қазір сіздерге аяқ ұшты көрсетемін. Мына аяқ ұштың салған суреті әлі аяқталған жоқ, бірақ аяқтау керек. Күнде кигесін Құдай қаласа аяқтаймыз. Біздің аяқ ұштың ше істемейтін жоқ. Мына жатсын қара. Менің киімнің үстінде. Гүлмира болып жатсың ба? Гүлми влог болып жатсың ба? Не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Аякош екеуміз кетіп жатыр. Қазір жолда әжемізді аламыз да ары қарай концертке барамыз. Білмейміз не концерт екенін. Демалып қайтамыз. Нормальный концерт болса екен, иә? Айкоси. В общем, концертімізден шықтық. Аяқ астынан концертке кетіп қойғанбыз ғой. Әжесі мен Аякош үшеуміз. Анүлік бармаймын деді. Кішкене мазасызданып тұрмын, бармаймын деп. Мыняқта качествосы басқаша көтші, светтің қасында күшті тұрды. В общем, енді Анүліктерді күтіп тұрмыз. Тала деген сап-салқын екен. Нормально, бірақ былайша жастардың концерті екен. Жастар өлең айтып, рэп айтты, мида шішіп біз уже түсінбейміз ондайды. Сонымен ұят болмасын деп соңына дейін отырдық. Сонымен Аякош, саған ұнады ма концерт? Ұнады ма? Ұйықтап қалайын деп отырдың ба? Миың ашып кетті ма? Үшін бір қыздар кәдімгідей андай заманауи би билетті. Рэп сияқты ма, білмеймін. Сол кезде ғана Аякошқа ұнады қатты, иә? Сөйтіп билеген саған ұнай ма? Сол кезде қатты ұнады Аякошқа. Қалғандарында тәтті бір дүние жейм, қатайықшы, қашан бітеді деп отырды әйтеуір. Анүліктің келмеген жақсы болған екен. Іші өсіп кететін еді онда. Біздің түнгі Қызылорда. Дала қатты салқын емес, но салқын. Ой, самал салқын да енді. Аякош, мен сен басып кеттің ба? Асқар Тоқмағамбетов деген әдемі театрымыз. Балалар ұйықтайын деп жатыр. Ал мен әженің холодильнигінен осындай кішкентай торт тауып алдым. Ұйықтайтын уақытта осылай жеп алу керек қой, тойып. Сосын семіріп жүру керек деп. Өзім білмеймін, тәтті жеген күтті ұйықтайын деп жатыр. Сонда да осыларды жеп, биосты ішіп, содан кейін барып ұйықтаймын. Видеоны осы жерден аяқтаймын, достар, влогты. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі влогта кездескенше. Сендерді ұйықтатып кеттім деп тұрмын ғой, Алихан. Өзім отырып жеп қояйын деп жатсам тәттіні. Келесі видеода кездескенше, достар. Сау болыңыздар.